Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай қызыл пупай және красный бархат пирожныйларын жасайтын боламыз. Өте жұмсақ және де сондай дәмді болып шығады. Ол үшін бізге ерітілген шоколадымыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерленген массамызға жұмыртқамызды жарып, тағы да миксерлейтін боламыз. Енді осы массамызға құрғақ ингредиенттерімізді біріктіре отырып, 2-3-ке бөле отырып, електен өткізіп миксерлейміз. Миксерлемес бұрын ұнымызды кішкене ғана қозғап аламыз. Енді бір шымшым тұз салып, тағы да миксерлейміз. Міне бізде осындай масса шығады. Енді осыны пергамент қағазға пирожныйымыздың көлеміне лайықтап пісіріп аламыз. Мен бір қасықтан сала отырып, осылай домалақ қылып пісіріп алдым. Енді корждарымызды осындай ағаш таяқшаның көмегімен көреміз. Араларын піскен піспегендігін тексеріп аламыз. Енді қызыл бархат пирожныйымызды жасауға кірісеміз. Ол үшін шекерімізге жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерленген массамызға айранымызды құйып, тағы да миксерлейтін боламыз. Бір шымшым содамызды саламыз. Енді осындай краскамызды қосамыз. Бір қалыпты қызыл түс болғанша миксерлейміз. Сұйық майымызды және де ерітілген сары майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Бізде мұнда майымыз иіссіз болу керек. Енді құрғақ ингредиенттерімізге, яғни ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды екеуін біріктіріп, 2-ге бөле отырып, елгезерден өткізе отырып, миксерлейтін боламыз. Миксерленген массамызға бір шымшым тұз салып, тағы да миксерлейміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Пергамент қағазға бір қасықтың көлемінде осылай салып пісіріп аламыз. Менде 170 градуста пісті, 10 минут, 15 минутта піседі. Бұны да ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Енді дайын болған корждарымыздың ортасына крем жағып, үстіне тағы да крем жағып, бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Шоколадпен немесе жемістермен, немесе ұнтақ. Осылай ұнтағын, қалған артық ұнтағын үгітіп, бетіне сүйіп шықсаңыздар да болады. Енді пупай пирожныйына да осылай ортасына кремін жағып, үстіңгі коржына ерітілген шоколадымызды жағып, үстіне фрукты немесе өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады, яғни крем жақсаңыздар да. Міне біздің пирожныйларымыз дайын. Сіздермен болған Жібек, келесі рецептермен бөліскенше сау болыңыздар.
ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер.